Сәлем достар, сіздермен Арайдың асханасы. Мына ыстықта шөліңізді басатын дәл осындай апельсиновый сок дайындайтын боламыз. Алдымен апельсинімізді дәл видеодағыдай бірнеше бөлікке бөліп аламыз. Осындай свежий түрін қолданыңыздар. Одан кейін оны блендерімізге салып, дәміне қарай қантымызды саламыз, және де кішкене суды құйып, блендердің көмегімен жақсылап езіп аламыз. Егер блендерларыңыз болмаса, мясорубкадан өткізіп алсаңыздар да болады. Енді ыдысымызға ситаның көмегімен немесе марлы болса да ыңғайлы болады. Осылай өткізіп аламыз. Бізге артық керек емес жерін алып тастаймыз. Оны тастамаңыздар қыздар, одан күштілеп шай дайындауға болады. Сөйтіп сокты құйып, оның үстіне суымызды құйып, мята, кішкене апельсин, одан кейін лимонның согын осылай сығып үстінен құйып жібереміз. Міндетті түрде мұз салуды ұмытпаңыздар, салқындатып ішсеңіздер өте күшті болып шығады қыздар. Енді біздің бокалымызда әсемдейміз, ол үшін кез келген сиропты осылай тарелкаға құйып, үстінен бокалымызды осылай бір рет қана салып аламыз да, одан кейін қантқа аунатып аламыз. Мінекей бізде дәл осындай әдемі узор пайда болды. Осылай ерекше қылып ұсыныңыздар, балаларыңыз да мәз болып қалады. Сіздермен бірге болған Арайдың асханасы менің YouTube каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ас бол.